Салем достар, бүгін біз 425 шешетін біріншісін шығарамыз. Бізде берілгені 8 синус квадрат 16-тан 15 пи, көбейтілген косинус квадрат 16-тан 17 пи. Ең алдымен біз оңайырақ болу үшін 16-тан 15 пиді біз пи азайтылған 16-тан пи деп түрлендіріп алсақ болады. Себебі бізде мысалы мұнда 16-тан берсек, пиге бізде 16-дан 16 пи азайтылған 16-тан пи болады. Сол кезде бізде мынанымыз 16-тан 15 пи шығады. Сол себепті біз түрлендіріп аламыз. Келесі бізде косинус квадрат 16-тан 17 пи. Дәп солай біз 16-тан 17 пиді түрлендіріп аламыз, бірақ ол жерде бізде қосып болады. Себебі 17, бұл жерде 17, ал ол жерде 15. Енді біз осы жердегі пилардың орнына 180-ді қоямыз. 180 бізде негізді ауыстырмайды, сол себепті бізде дәп осылай қала береді. 8 синус квадрат 16-дан пиді жазамыз. 16-дан пи көбейтілген косинус квадрат. Бізде пидің орнына 180 қойсақ, ол тоже негізді ауыстырмайды. Таңба да ауыспайды, Таңба да ауыспайды. Екі шегетте жүрміз, Сол кезде бізде косинус квадрат 16-дан пи шығады. Содан кейін біз формула бойынша ашамыз. Синус квадрат және косинус квадраттың формулалары бізде бір азайтылған косинус 2 альфа бөлінген 2 ол синус квадрат альфаның формуласы және де косинус квадрат альфаның формуласы бізде бір қосылған косинус 2 альфа бөлінген 2. Бізде 8 бар және 8 жазып аламыз. Одан кейін формулаға саламыз. Бізде альфаның орнына 16-тан пи болады. Және де екінші жақшада да бізде пидің орнына 16-тан пи болады. Одан кейін 8 бен бөлімдегі екілер қысқарып кетеді. 2 мен 8 қысқарсақ бізде 4, және де 4 мен 2-ні қысқартамыз, бізде 2 қалады. Және де бізде косинус 2 альфа көбейтілген 16-тан пиді біз 2 мен 16-ны қысқартып тастасақ болады. Сол кезде бізде 8 қалады. Және де екінші жақшада да біз дәл солай қысқартамыз. 2 мен 16-ны қысқартсақ 8 қалады. Одан кейін қалғанын жазамыз. Бізде 2 бір азайтылған косинус 8-ден пи көбейтілген бір қосылған косинус 8-ден пи қалады. Және де бізде осы екі жақша ол қысқаша көбейту формуласына сәйкес келіп тұр. Сол себептен біз оны жинақтап аламыз. 2 көбейтілген бірдің квадраты азайтылған косинус квадрат 8 пи. Бірдің квадраты бізде бірді береді, сондықтан дәл солай жаза береміз. Және де бізде формулаға сәйкес бір азайтылған косинус квадрат альфа бізде синус квадрат альфаны береді. Сол себепті біз синус квадрат альфа деп жазсақ болады. Альфаның орнына бізде 8-ден пи. Сосын біз осы синус квадрат 8-ден пиді біз синус квадрат альфаның формуласы бойынша ашамыз тағы да. 2-ні дәп солай жаза береміз. 2 көбейтілген формуламен ашсақ бізде бір азайтылған косинус 2 8-ден пи. Дәрежесін төмендету формуласы. Дәрежесін төмендету формуласы. Ол кезде бізде осы 2 мен бөлімдегі 2 қысқарып кетеді, және де косинус 2 мен бізде 8 қысқарып кетеді. Сол кезде бізде бір азайтылған косинус 4-тен пи шығады. Және де біз пидің орнына 180-ді қоямыз. 180 бөлімнен 4 бізде 45-ті береді. Сол кезде бізде бір азайтылған косинус 45 градус. Косинус 45 градустың мәнін біз білеміз, ол 2-ден температурасы 2. Сол кезде бізде бір азайтылған 2-ден температурасы 2. Бұл жерде біз бірде 2-ден береміз. Сол кезде 2-ден 2 азайтылған 2-ден температурасы 2. Бізде температурасы азайтылмай, сол себепті жауабы болса болады. Көшірме. Сұрақ саған Екіжан. Мына жерге сен негіз ауыстырдың, иә? Мына жерге негіз ал. Жоқ, негіз ауысқан жоқ, бірақ таңда ауысу керек, иә? Солай ма? Қараш. Мынау бізде 180 деген мына жерде тұрмыз. Соған пи қосылған 16-тан пиді қоссаң, сен мына жердегі минус болады. Қайда кетті мына жерге минус? Неге қойылмады деген сұрақ қойылды. Мынау дұрыс сен, бірақ сол минус қайда кетті? Не айтып тұрмын? Квадрат болып тұр ғой, сол үшін минусы жоқ болып кетеді. Содан жауап кетеді.